Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай қолдың тауығын дұрыс тазалап, дұрыс бөлшектеуді үйрететін боламыз. Бірінші рет жасайын деп тұрсаңыз, ол сізге үлкен көмек болады. Ең алдымен осы аяғын кесіп аламыз осылай. Артық терісін алып тастасаңыздар болады, егер сіздерге ұнамаса. Мен терістерін алып тастаймын. Екі аяғында осылай кесіп ашып алатын боламыз. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алдағы уақытта видеолар болады. Осылай артық терістерін, қызарған, бүрткен жерлерін алып тастаймыз осылай. Мінекей, енді мына тұстан осылай кесіп аламыз. Екі жағында кесіп ашып алдық. Мінекей, енді ішін жақсылап тазалайтын боламыз. Мен ішін тазалап алдым, бауыр бүйрегін бөлек алдым. Енді мойын жағындағы терісін ақырын осылай жылжытып қарасаңыздар, ол жақта жем тұратын жер бар. Яғни соны кеңірдегімен қосып, мойынның терісімен қосып сыпырып алатын боламыз. Мінекей осылай тазалап алдық. Енді аяғын осылай кесеміз, полностью. Аяғын осылай кесіп алып, ол аяқты тағы да екіге бөліп ортасынан кесетін боламыз. Осылай дайындап қойып, маринадтап, немесе тұздап қойып, тағамға қолдансаңыздар өте дәмді шығады. Бұл қолдың тауығы болған соң өте дәмді болып шығады. Осылай кесіп аламыз. Мінекей бізде осындай болып шықты. Енді қанаттарында кесіп алатын боламыз. Осылай қанаттарында екіге бөліп, ыңғайлы етіп жасаймыз. Және де енді қабырғасын төсінен ажыратамыз. Осылай бөліп алдық. Және де мойын бөлігімен қосып төсін ажырататын боламыз. Мінекей болды бізде. Тұздап, маринадтап, барлық тағам түрлеріне қолдана беруге болады.